Мына текелікке тағыласа таза австрийский қандар. Анау таза қанда әкесі де енесі де таза қанда австрийский занен. Россияның сол неден фермадан келген австрийский занен. Енесінің азында видеосын қазір қосып жіберемін. Ананкін әлі түсірмедім. Анау шыбыштың баласы қызғышта болып тұрған. Оның әкесі австрийский альпи таза қанда, енесі австрийский занен. Мен әдеге жәндегідей не қылып көрдім, селекция жасап, себебі алдында ұрғашысы қазір аллаға шүкір өте керемет шыбыш болып тұр. Содан осылай жақсы нелер шықсыншы деп тағы да салып көргенмін екі шешкіге. Содан туылған. Бірақ жаман бұзық қазір көрсетем. Мына текелігі страшно алған. Енесі өзі қызғанып тұр. Мына машалла. Жаман бұзықлақ. Текелігі қазірден қайнап тұр. Әрі крупный болып туылған. Қайда кейінен туылған ғой, лақтан кейін туылған. Осы жақында туылған. Әлі енесі уыз беріп жатыр. Мұны келістіріп беріп жүремін. Екеуі де теке лақтар. Түркістан қаласында 87-502-91-63 нөміріне байланысқа шықсаңыздар болады. Кез келген өңірге жіберуге болады. Мынаның уже мүйізін күйдіріп қойдым. Енді мынаныңкінде күйдіріп беремін. Кішкентай лақ қой оған шейін. Әлі қазір қанша күн болды, ары кетсе бір 3 күн ба сондай болған шығар. Әкесі таза қанда австрийский альпийский, енесі мынау нашыбыш енесі. Мынау таза сүт желін андай сауған кезде кәдімгі тряпка болып сондай болып қалатын. Енесі жақсы, өте әдемі сүтті. Мына бірінші тума шыбыш австрийский занен таза қанда. Әкесі австрийский альпийский. Мына осылақ теке қаласа өте активный. Текелігі де жақсы. Ал мынау таза қанда австрийский занен. Осы екі лақ сатылады. Келістіріп беріп жүремін. Түркістан қаласында кез келген өңірге жіберуге болады. Алдыңғы бағалардан түсіріп беремін екеуінде. Теке қыламын, қанын аламын деген кісілерге өте жақсы. Әкесі өте ұзын. Әкелерінде, енелерінде көрсетіп берем ғой. Аламыз деген кісілерге. Таза қанда Австрия қошым екеуі. Мынаның әкесі австрийский альпийский, енесі австрийский занен. Мынаның әкесі де, енесі де австрийский занен таза қанда. Мынаны әдеге өзім солай селекциялық жұмыс жасап көргенмін. Өзіме сондай ұнады да. Шыққан төлдері, ұрғашылары керемет. Желіні барлығы әдем болғаннан кейін. Осылайынан шығарып көргенмін. 3-4 ешкіні солай салғанмын. Құдай қаласа тағы да ешкілер төлдеу керек иншалла. Осылай альпидан. Мына Түркістан қаласында 702-509-91-63 нөміріне байланысқа шықсаңыздар болады. Лақтың енесі австрийский занен. Желіні көрсеңіздер шарообразный, өте әдемі міне. Шар сияқты. Андай салбырап қалған, ондай желін емес. Лағы қасында еміп жүр. Лақ еміп жүр. Соның өзіне қалғанын сау боламыз. Лақтан артылғанын сау боламыз. Жәндегі лақ көрдіңіздер. Видеода сау қасында емін жүр. Саулығы барлығы өте әдемі. Жеңіл саулы. Осындай ешкі. Жәндегі текелікке алып қалсаңыздар өкінбейсіздер. Срочно алатын адам болса келістіріп беріп жүремін. Екі желінде сондай. Қазір сауып болғаннан кейін көрсетемін. Қазір бір қолмен ұстап тұрып, бір қолмен сауған ыңғайсыз болып жатыр. Мына қазір полный сауып болдық. Көрдіңіздер ме? Желінен полный сауып тастадық. Жәндегі лақтан артылғанның өзі осындай, Аллаға шүкір. Жаман емес. Лақтан артылғанның өзі осындай. Желін сабасы шарообразный, өте әдемі.
енесі жәндегі лақтың. Осы ішкі. Мынау жәндегі шыбыштың желіні лағы еміп қойған. Соның өзінде. Мынаның бәрі сүт. Жәндегі шыбыш. Шарабразный өте әдемі. Мына жәндегі шыбышымыз. Әзіна лақтан бөлік. Лақ қасында еміп жүрген. Содан бөлік осындай берді. Шарабразный өте әдемі желі.